Ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Сіздермен мен Дилфуза. Бүгін сіздермен сөйлесейін деп отырған темам ойдың күші. Сознание, подсознание һәм матрица туралы. Тағы да вибрация туралы сөйлесейін деп отырмын. Ойдың күші болғанда, ойдың күші білесіздер, біздердің суперсиламыз. Алланың берген біздерге күші. Өткен темаларымда айтқанымдай, тағдыр жоқ нәрсе, карма жоқ нәрсе. Бұлар жоқ. Адамдардың ойлап туған нәрсесі. Бір система бойынша, бір жол бойынша жүруіміз үшін. Түсіндіңіз бе? Или біліп, или білмей жаратқан системасы бұл. Енді сол ойдың күшіне пайдаланып, көп нәрсеге жетсек болады. Тағы да бір нәрсе. Мен жәннетпенен ұзақ. Қайлардадыр деп ойламаймын. Өлгенімізден кейін жәннетке тозаққа түсеміз деп ойламаймын. Вот менің бұл ойым. Менде пробуждение болғаннан кейін білмеймін, қайдан келді осы информация маған келе қалды. И как будто менің көзім прям вот ашылды, вот вот жауып тұрған, вот көзім жауып тұрған перделердің бәрі ашылды. И бәрін түсініп жеттім. Қараңызшы, не түсініп жеттім, нені айтқым келеді сіздерге. Естіңіз, осы видеоның ақырына шейін көріңіздер. Да бәрін түсініп жетесіздер. Менің мақсатым, бұл видеоды алудан мақсатым менде пробуждение болды, мен ояндым. Мен уже не екенін түсініп жеттім. Кім екенін түсініп жеттім. Мен просто вот дене емеспін. Вот физически дене емеспін мен деген. Мен энергиямен деймін. Алланың берген күші бар, ойлау күші бар. Болашағын жарата алатындай адаммын. Просто дене емеспін, соны түсініп жеттім. Сіздердің де көзіңізді ашуға көмектесу. Бұл дүние жүзін жақсылау. Адамдарды өзгерту, көзін ашу, ояту, кім не екенін түсініп жетуге көмектесу. Менің мақсатым. Бұл видеоларды алып отырғаным. И жаңа айтқандай, жәннет пен тозақ өлгенімізден кейін сол жаққа түсеміз деп ойламаймын, жәннет пен тозаққа. Осы жер жүзі. Жәннет пен тозақ біздер үшін. Қалай дейсіз? Қалай ол? Неге олай деп жатыр, неге олай ойлайды? Себебі біздерге жаңа баста айтқандай, Алла біздерге күш берген, ойлау күші. И көп адамдар сол ойлау күшін пробуждение болып, уже оянып, түсініп жетіп, осознанно түсініп жетіп, ойларын басқарып, жәннетте жасағандай жасап өтті. Жасап жүргендер де бар, жәннеттегідей. Вот біздерге айтады, жәннеттің қандай екенін біздерге айтып беріп қойыпты, иә? Жәннет қандай? Жәннет бұл сондай жер, который сен қалегеннің барлық нәрсеңе ер саласың. Не қалесең, сол нәрсе моментте пайда бола қалады. Аласың, пайдаланасың, бақытты болып жасайсың. Сондай жәннет. Ал тозақ не? Ол жерде сен ойлағанларың болмайды. Қиналып, азапланып, өтесің. Отта жанғандай жанып, күйіп, сондай жер. Енді сен сол Алла саған берген суперсила күш, ойлау күш арқылы сен өміріңді осы
жер жүзіндегі өміріңді жәннат қыласың. Болмаса, ойлау күшінен пайдалана алмасаң, дозақты жасағандай жасайсың. Дозақ қыласың өміріңді. Бәрін түсіндіріп беремін. Асықпа, бәрін түсіндіріп беремін. Видеоның соңына шейін. Вот даже біздерді осы жерге жібергені, түсіргені, біздерге осындай денені бергені, осындай костюм, костюм сияқты, осындай дене. Ал бізде энергиямыз. Энергиямыз осы денеге жайласқан. Бұл жер жүзінде жасауымыз, бұл дененің бергені бәрі біздерге Алланың берген сыйы. Біреулер айтады, бұл жаза дейді. Негізі жәннетте жасағанбыз. Аспанlarda жазалау үшін жерге жіберген деп айтады ғой адамдар, не ойлайды. Ал мен керісінше ойлаймын. Мен наоборот ойлаймын. Мен бұл жерге жіберген бұл сый деп ойлаймын. Ең үлкен сый, ең үлкен подарок. Неге? Неге сый, неге подарок? Себебі сен жаңа айтқандай энергиясың, на самом деле. Энергиясың сен деген сгустка, да, бір энергиясың, все. Алла саған денені берді, сол денеге сені жайлады. Сен түстің осы телоға, денеге. Жасап жатырсың. Жасап жатырсың. Енді неге бұл сый, неге подарок? Бұл дене, бұл жер жүзі неге? Алланың берген сый деп неге жазасыз емес? Жазалаушы емес, неге подарок қылып? Неге сый қылып берген? Себебі айтқанда сен энергиясың. Қолы жоқ, аяғы жоқ, аузы жоқ, көзі жоқ, мұрны жоқ. Саған соның бәрін берді. Сен жей аласың. Қалеген нәрсені жей аласың. Сен оның иісін сезе аласың, сен оның дәмін сезе аласың. Сен прям әзет жей аласың ондай. Қалеген киімді кие аласың, өзің удобно, жағымды. Шашыңды қалегенше бояй аласың, қалеген реңге, өзіңе ұнайтын реңге. Бұның бәрі бақыт емес пе? Бұл жаза ма? Бұның бәрі бақыт қой. Бұның бәрі подарок, бұның бәрі сый ғой. Энергия болғанда соны сезіне аласың ба сен? Жоқ. Сезіне алмаймын. Жасау имканиетін берді саған. Бәр нәрсе бар, бақытлы болып жасау үшін. Теректер, хайуандар, природа, табиғат, бәрі бар ғой. Саған супер сила, супер күш, ойлау күшін берді. Жақсы ойласаң, ойың жақсы болса, ойыңды басқара алсаң, сен қалеген нәрсені ете саласың. Қалеген нәрсең моментте болады. Өміріңді жәннетке айландыра аласың. Жәннет емес па? Қалеген нәрсені ойласаң болды. Пайда болады, саған беріледі. Моментте. Жәннет қой. Жаңа баста айтқанда жәннет қандай? Біз жәннетті қандай алып көреміз? Қандай алып ойлаймыз? Бұл жерде бәрі бар, теректер бар, хайуандар бар, табиғат бар, е? Ойлаған нәрсенің бәрі болады сен қасында. Жақынларың осы жер жүзінде бар. Сөйлес сол жақынларыңмен.
жанды бол. Қанша болғың келсе сонша бол, жанды сөйлес. Вот. Ойлау күшінен пайдаланып білсең, осознанно біліп тұрып, ойлап, қалеген нәрсеңді ойлап, манифестация қылып, тартып өзіңе. Манифестация деген сол ойлап, қалеп, тарту. Енді ол вибрацияға байланысты. Вибрацияң қандай, ол туралы сөйлесеміз. Жалпы вибрация туралы. Сол жақсы ойласаң, адамдар туралы жақсы, жақсы, біздерге айтады ғой, біздерге айтқаны, осы жер жүзінде жақсы адам болсаң, өзіңді жақсы тұтсаң, өсиет қылмасаң, өлтірмесең, ұрламасаң, жаман ешнәрсе қылмасаң, сен жәннетке түсесің дейді. Ал айтылғанның бәрін қылмасаң, адамның аяғынан шалуға айтқызсаң, өсиет қылсаң, жинаят қылсаң, адамды өлтірсең, ұрлық қылсаң, тозаққа түсесің дегендей. Қалай ол? Қалай, неге осы жер жүзімен сенің ойыңның күшіменен жәннет һәм тозақ қаласаң деп тұрмын. Қалай сен қалесең жәннетте жасауың мүмкін, қалесең тозақта жасауың мүмкін. Ойыңды басқарып білсең, жәннетте жасайсың сен. Ойыңды басқара алмасаң, менің видеомды до конца көрмей, ақырына шейін көрмей, түсініп жетпесең еш нәрсені, ұйықтап, қатенің бәрін істеп, көзің ашылмай, пробужденный болмай, оянбай, сен тозақта жасауың мүмкін. Қалеген нәрсені ешқайсысына жете салмай. Айтқандай шынымен, расменен де, сен жақсы ойласаң, жақсы нәрсе туралы ойласаң, адамдар туралы жақсы нәрсе ойласаң, ойларын дұрыстап жақсы нәрседі ойласаң, болашағыңда не қалайсың, сол нәрседі ойласаң, сен жәннетте жасайсың. Қалеген нәрсенің бәрі болады. Сен жақсы нәрсе туралы ойлағаннан кейін, сен шүкіршілігің болғаннан кейін, сенде шүкіршілік болу керек. Сенде шүкіршілігің болғаннан кейін, адамдар туралы жақсы ойлағаннан кейін, біреудің аяғынан шалу, өсиет қылу емес, наоборот, жақсының бәрін сен сайлаған кезіңде, жер жүзінде қанша жақсылық бар, қанша жақсы нәрсе, идея, ойлар бар, сол нәрсенің бәрін сен ойласаң, жақсының бәрін сен ойласаң, ішің тола жақсылық болсын, нұр болса, сонда жоғары вибрацияда боласың сен деген. Жоғары вибрацияда адамдар, сен жарық, яркий энергиямен тұрсың ғой, сен вибрациямен, сондай жарық, жоғары энергиядағы нәрселерді сен тартасың. Адамдарды тартасың сен өзіңе. Вуаля, өмірің жәннет. Сен осы өміріңде жәннетте жасайсың. Енді қалай тозақ қылуымыз мүмкін? Қалай тозақты жасаймыз осы жер жүзінде? Когда жаңа нәрсенің бәрін қылмасаң. Білге жаман нәрсені қылсаң, адамның аяғынан шалуға әрекет қылсаң, өсиет қылсаң, сөз қылсаң. Адамның только жаман жағын айта берсең. Потому что мына жерін ми білмейді, сен біреу туралы сөйлеп тұрған, сен өзің туралы сөйлеп тұрған шығар ойлайды. Жаман качествосын айтсам, мысалы үшін ақымақ десең, өзің ақымақ қаласың. Ашушаң, нервный десең, өзің нервный қаласың. Сенің миың түсінбейді. Өзін ойлап тұрған шығар, өзі сондай болуды қалап тұрған шығар дейді, и сен сондай болып қаласың. Бұның өзі жаза сияқты емес пе? Бірақ кімді жазалап жатыр? Алла сені жазалап отырған жоқ.
Жаратушы сені жазалап отырған жоқ, сен өзіңді өзің жазалап жатсың. Сен бұны білмейсің. Сен еле ұйықтап жүрсің. Сол. Сені ояту үшін осы жерде мен сол видеоны алып аттым мен. Оянуыңды қалаймын. И өміріңді жәннетке айландыруыңды қалаймын. Жәннетте жасауын қалаймын. Бүкіл дүние жүзі, жердегі адамдардың бәрі жәннетте жасауын қалаймын. Өмірлерін жәннетке айландыруын қалаймын. Сол себепті осы жерде мен. Творец, өздеріңіздің өміріңізді өздеріңіз жаратуыңызды қалаймын. Өздеріңіз қалегендей. Өздеріңіз қалеген өмір бұл жәннет емес па? Жәннет. Сол ойыңызды дұрыслаңыз, өсек қылмаңыз. Жаңа айтқандай ешнәрсені жаман нәрсені қылмаңыз. Сонда өміріңіз жәннет болады сіздердің, тозақ емес. Себебі сен біреуді обсуждение қылсаң, өсек қылсаң, сөз қылсаң, мен оның орнында болғанда бұл нәрсе қылмай тұрған едім, мен оның орнында болғанда мындай шешім қабылдап осындай алып шығып кеткен болатын едім деп өсек қылдың ба, сөз қылдың ба, обсуждение қылдың ба, мына жерде түсінбейді ғой сен біреуді айтып тұрған, біреу туралы сөйлеп тұрғанды. Өзі туралы сөйлеп тұр ойлайды, өзі қалеп тұр деп ойлайды. Болашағын сондай болашағында сондай ситуация болуын қалеп тұр деп ойлайды да, и потом все ойлаған орындалады. Қараш, сенде жаман нәрседе, жақсы нәрседе орынлануы мүмкін. Сен жаман ойыңда орынланады, жақсы ойыңда орынланады. Сен ойыңның бәрі орындалады. Сен қайсысын қалайсың? Қайсы бір орындалуын қалайсың? Жаман ма, жақсы ма? Жаманы керек емес пе? Жаман ойлама. Біреумен жұмысың болмасын, басқа бір адаммен жұмысың болмасын. Өзіңмен жұмыс. Өзің. Басқа бір қарама да, ойлама да, өсек те қылма, сөз де қылма. Обсуждение ұлыма қылма. Біреуге даже жаманшылық, аяғынан шалу, тағы бірдеңе ойлама еш нәрсені. Сен өзіңді ойла, өзің болашағыңды ойла, неге жетісің келеді, не қалайсың, сен өзің қандай болғың келеді, өзіңді ойла. Жақсы нәрсені ойла. И потом біздерде адамдарда энергиямызды өзіміз жаратамыз да, сен таралып тұрған энергияның бәрін сен өзің жаратасың. И сол жаратқан энергияңды, істеп шыққан энергияңды не істейсің біреуге жұмсап? Өзіңде энергия қалмай қалды ғой. Мына қалеген нәрсеңе жетісуіңе энергия қалмай қалады ғой. Өзіңе энергия қалмай қалады, не істейсің біреуге жұмсап? Бәрі оған түк әсер етпейді. Оның пайдасы да жоқ, зияны да жоқ. Оған жұмсайсың. Осы талаға кетіресің да өзіңдегі энергияны. Өзіңе жұмса ол энергияны. Енді сен жеттің ба? Бір ғана сен қылықтарыңмен, сен өлгеннен кейін тозаққа, жәннетке түспейсің сен. Осы жер жүзінде сен уже жәннет тозақтасың сен. Осы жер жүзі жәннет һәм тозақ. Мен өлгеннен кейін ба, мен сенбеймін жәннет пен тозаққа. Мен білген жаман нәрсенің бәрін осы жерде істей беремін, ешқандай қылмайды маған. Бұл нәрсе жоқ, мен сенбеймін. Қыла бер, жаман нәрсенің бәрін қыл, бірақ өмірің сондай тозақ болады. Сен қандай энергиядасың, сен ойың қандай патас, қандай кір, қандай қара, өзіңде адамдарды өзің тартасың.
өміріңе жаман ситуацияны, жаман оқиғаның бәрін тартасың. Өмірің тозақ болады. Жәннат пен тозақ қайлардадыр өлгеннен кейін емес, осы жер. Енді матрица, вибрация туралы сөйлесейік та. Одан алдын так сила мысли, ойдың күші туралы айттым. Сознание, подсознание айтпаппын ғой сіздерге. Сана, өзбекше оң ысты деген сияқты. Сознание. 10% мына жерде болады. Мынандай алды бетте. Кішкентай ғана. Подсознание. 10%. Қалған жағын бәрі подсознание. Подсознание. Көрген нәрсесін бәрін миына жайлайды, вот как система, как бір қалыпты, солай постоянно болатын, постоянно қайталанатын нәрсе. И сознание, вот біліп басқару бәрін. Білмей басқарасың, вот сознание, шартсыз да, шартлы. Шартсыз рефлекс деген бар ғой, білмей деп ұратын болсаң, білмей деп ұрып қалу. Ал шартлы оны біліп тұрып, специально біліп тұрып, қалеп тұрып ұру. Бір ұратын болсаң, сол сознание, біліп тұрып ұру. Шартлы. Подсознание, шартсыз. Білмей, автомат түрде өзің қолың кетіп қалады. Автомат түрде, уже түсінбе, сен өзің басқара алмайсың, сен оны қалеп те тұрған жоқсың, сен оны басқарып та тұрған жоқсың. Сол басқармау, сол подсознание автомат түрде кете береді уже. Сознание біліп тұрып істеу. Даже өмірің, сенің өмірің, күндегі күнің бір қалыпты болып өтіп жатырған болса, комфортный, бір қалыпты өтіп жатырған болса, бір қалыпты болып, комфортный болып, сен қорық. Неге қорқу керек? Себебі сен только сознанияңды қоспай, сен подсознаниямен жасап жүрсің. Сен басқарып отырған жоқсың. Сен как робот сияқты, роботтай. Бір нәрсені қайталап жүрсің. Цикличный болады өмірің. Бір қалыпты бір система болады. Сен біліп, бірдеңені өзгертсең, уже сознаниямен жасайсың. Сол нәрсе бар. Сана, мынау сана, мынау түп сана. Мынау ой алыстайды, сондай. Сенде пробуждение болса, сен оянсаң, уже полный сознание, уже осознанно біліп, бәрін өміріңдегі бәр нәрсені басқарасың. Сен болашағың қандай болады, не қарайсың, неге жетсің келеді, бәрі нелер сенде болуын қалайсың, бәрін сен басқарсаң болады. Әрекетіңді басқарсаң болады. Сен өтміште емес, болашақта емес, қазіргі моментте жасап жүресің. Қазіргі моментте сен бәрін басқарып жүресің уже. Дұрыс ба? Сондай.
Біздерде матрица деп айттым ғой. Матрицаға келсек, енді сознание, подсознание туралы айттық, ойдың күші туралы айттық, сила мысли. Енді матрица туралы сөйлессек. Матрица вот білетін шығарсыз, білесіз бе білмейсіз бе білмеймін, но білетініңіз болса араңызда екіге бөлінеді. Иллюзионный матрица, вот иллюзия, вот жалған, һәм живой матрица. Матрица. Екеуінің парығы қандай? Иллюзионный матрица қандай? Ол бәрі өтірік. Система, бір программадай. Сол система, сол иллюзионный, вот жалған матрицада, өлі матрица десем болады, өлі да, потому что бір өзгерістер жоқ, бәрі бір қалыпта, бір система бойынша да, бәрі. Сенде или пробуждение болмаған болса, сен или оянбаған болсаң, сол иллюзионный матрицада жасап жүрсең сен. Өлі системада жасап жүрген бар сен деген. Енді сол иллюзионныйға не кіреді, мысалы үшін, сол тағдыр деген нәрсе бар. Система. Бір система, бір программа салып жүреді, тағдыр. Өміріңде не болып отырған болса, бәрі сол тағдырымнен шығар, тағдырымда сондай болу керек шығар. Нәрсе жете алмай қалсаң, ерісе алмай қалсаң, өзің бір қалегеніңе тағдырым шығар, сондай маңайыма жазылған шығар, сондай болу керек шығар. Жаман адамдар, алдыңнан жаман адамдар шықса, бақытсыз болсаң, жарлы болсаң, жұмыссыз болсаң, бәрі сол, или ауру болсаң, бәрі сол тағдырмен жазған, Алланың маңайыма жазған, тағдырмен жазған нәрсе шығар. Тағдыр ғой, тағдыр деп қоясың да, көрдің бе, сол система. Негізі тағдыр деген нәрсе жоқ. Алла тағдырыңды жарату үшін саған сол супер силаңды ойлау күшін беріп қойғаны бар. Сол ойлау күшіңмен сен тағдырыңды, болашағыңды өзің жаратсаң болады. Сен қалегеніңдей қылып. Көрдің бе? Карма деген нәрсе де бар, мысалы. Ол карма да өтірік. Бәрі өтірік, бәрі сол иллюзионный, сол матрица, сол система, сол программа. Сенде пробуждение болмаса, сен оянбағанша солай ойлап жүресің. Һәм біреулер, көп адамдар, көпшілік оянбай, пробуждение болмай, сол иллюзорный матрицадан жасап өліп кетеді. Дұрыс па? Бұны вибрация дейді, вибрация, жалпы 3D, 3D, 4D, 5D, 6D и дальше кете береді, һәм тағы да басқа, так далее, подобный, жалпы солай кете береді. Бұл мысалы үшін 3D-дан бастап, 3D бұл қанымға ұйқылап жүрген. Ұйқылап, осы өмірін жасап жүрген адамдар. Спящий. Ұйқылап жүрген адамдар. Ұйқыдағы, оянбаған адамдар. Пробуждение, жалпы оянбаған елі олар. Слай оянбай өмірін жасап өту мүмкін. Бірақ ояну да мүмкін өзі қалесе. Қадымғы адамдар, сол простой адамдар, соның бәрі сол 3D-да жасап жүр. Иллюзорный, матрицада жасап жүргені бар. Системамен жасап жүрді. Және болса қайдадыр сол өлгеннен кейін тағдыр деген нәрсе бар, карма деген нәрсе бар. Жоқ нәрсеге сеніп, келіспесе, ойлағанымызға қалеген болмаса, маңайыма жазылма, сол кармадан ғой сол. Өткен өмірімде істеген нәрселер, или аталарым, апаларым істеген нәрселер, солар үшін мен төлеп жатырмын, сол өмірімде деп жүреді. Бұндай нәрселер. Бұл шексіз.
Оянбасаң сол 3-ді да 3-ті да жүре бересің. Осы 3D матрицада 3D вибрационный жалпы, иә, вот иллюзорный матрицада шектеулер көп болады. Дегеніңе жете алмайсың, дегеніңе жете алмағаныңа себептер де көп. Тағдыр, карма, тағы да басқа. Мындай. Біреудің қарғысын алдың ба, біреудің тағы бірдеңесін алдың ба, сондай да шектеулер көп болады. Живой матрицада, тірі матрицада, ол жерде енді өзің болашағын өзің жаратасың. Болашағың тұқымын егіп, өзің жаратасың, өзің қалегендей қылып. Живой матрицаға түсу де қиын. Живой, тірі матрицаға түсу. Ал живой матрицаға түсу қиын. Түсе аласыз. Осознанный болуыңыз керек. Осознанный болу керек. Жалпы вибрацияңызды өзгертуіңіз керек. Бірақ енді әркім әртүрлі түсініп жетіп оянады. Әркімде әртүрлі болады ояну, пробуждение. Может, сіздің пробуждениеңіз менің видеомды көргеннен кейін болар. Менің видеом арқылы сізде пробуждение болып оянарсыз. Негізі қанша көп адам оянса, пробуждение болса, жер жүзін жәннатке айландырсақ болады. Полный тозақ жәннат демей, полный жәннатке айландырсақ болады жер жүзін. Әмме адамдар бақытты жасаса болады. Өзінің қалегені дегеніне жетсін. Көп жаман нәрсенің бәрін жоқ қылсақ болады жер жүзіндегі. Ұрыстар, зорлық, өлім, ажырасулар бәрін жоқ қылсақ болады. Негізі біздер адамдары бір-бірімізбен байланыслымыз. Осы жер жүзінде только мен емес, мен бір өзім болғанда, енді болатын енді жәннат қылғанда. И біздер только физический тело, дене болмағаннан кейін, біздер энергия болғаннан кейін, өмірімізде бір нәрсеге жетістік, жасап, жақсы ойларымыз болса жәннатты жасап, жаман ойымыз болса тозақта жасап, өтіп, бәрін көріп, сезіп, жасап өткеннен кейін, осы денеміз қартайғаннан кейін, біз шығып кетеміз. Ана жаққа барып, қайта туылуға дайындаламыз. Қайтадан туыламыз. Қайта туылған кезде біздер қазір жасап отырған мемлекетімізде туылмауымыз мүмкін. Қазіргі өмірімізде жақсы мемлекетте имканияттары бар, барлық шариғаттары бар, үлкен кең далалары бар, таулары бар мемлекетте жасап отырған болсақ, кейінгі өмірімізде ең төмен шариғаттары бар, еш нәрсесі жоқ, ешқандай имканияттары жоқ, даже бір суды тауып ішу қиын мемлекетте туылып қалуымыз мүмкін.
Сол себеплі мен ойлаймын да, менің ойым. Мындай керек емес ұрыстардың керегі жоқ. Менің жерім, сенің жерің, ұрысудың керегі жоқ деп ойлаймын. Бір мемлекет прям вот адамдары нанын тауып, суын тауып іше алмай тұрған болса, соған көмектесу керек. Сол мемлекет адамдар жақсы жасау үшін. Бір мемлекет басқа мемлекетке мемлекеттер бір-біріне жәрдем беру, адамдар бір-біріне жәрдем беру керек. Тек осы өміріңде сен жақсы мемлекетте жасағаныңмен, келесі өміріңде сен жақсы емес, қатты төмен мемлекетте туылуы мүмкін. И осы өміріңде сен бір мемлекет екінші мемлекет. Осы мемлекетте туылып, сен мына мемлекеттегімен алысып, жерін алып, нанын алып, қатты төмен состояние алып келуге көмектесіп ұрыста солар ұрысып адамдарды өлтіріп ондай қылған болсаң, мысалы үшін, келесі өміріңде, осы мемлекетте жасап отырған болсаң, келесі өміріңде мына жақта туылып қалуың мүмкін да. Дұрыс па? Сен талаған алдыңғы өміріңде сен мына мемлекеттегі адамдарды таладың ғой, сол өзің талаған, өзің ұрысқа шығып, сол жерін тартып, нанын тартып, алған мемлекетінде туылып қалуың мүмкін да. И келесі өміріңде қиналып жасауың мүмкін. Сол себеплі осы өміріңде керек емес, осы ұрысылардың бәрі керек емес деймін. Жерге таласып, ұлтты айырып, сен ана ұлттансаң, сен мына ұлттансаң деп айырудың керегі жоқ. Ұлттың жаманы жоқ, адамның жаманы бар. И жаман адамдар өздері қалеп жаман болады. Бірақ оянса, түсініп жететін, және пробуждение болса, түсініп жететін шығар. Менде уже пробуждение болды, енді мен бәрін түсініп жетіппін да мен деген. Содан кейін мен деген ұлтты айырмаймын, адамды айырамын. Жаман жақсы деп, бірақ жаман адам или оянбаған болуы мүмкін. Прям ол туралы мен ойламаймын да жаман деп. Сол өсек те қылмаймын, обсуждение де қылмаймын ешкімді. Уже ояндым мен бәрін түсініп жеттім. Бұл нәрселердің бәрі керек емес нәрсе. И мен бір өзім пробуждение менде қараң, менде пробуждение болды ғой, мен бір өзім пробуждение болып мен оянғанымен пайдасы жоқ та. Көп адам ояну керек. Жер жүзінде қанша адам бар, қанша мемлекет бар, сол мемлекетте қанша адам бар, бәрі ояну керек. И бәріміз оянуымыз үшін бәріміз күш салуымыз керек. Бәріміз әрекет қылуымыз керек. Сол видеоны сол жер жүзін өзгертуді қаласаңыз, бөлісіңіздер. И видео алыңыздар. Басқа мен білетін тілден басқа тілдерді білетін болсаңыз, шет ел тілдерін білетін болсаңыз, бөлісіңіздер, айтыңыздар. Басқа мемлекеттегі адамдар оянсын. Осы өмірін ойлай бермей, келесі өмірін ойласын. Ұрысқа бір мемлекет екінші мемлекетке ұрысқа шығып отырған кезде, ұрыс ашып отырған кезде ойлансын. Мен осы өмірімде осы мемлекетте туылғанмен жасап отырған, мен келесі өмірімде мына ұрыс ашып тұрған мемлекетім, ұрысайын деп тұрған мемлекетімде туылуым мүмкін ғой дегенде. Сол қазір көп адамдар сол 3D, 3D жасап жүр. Олай өтуі мүмкін. Бірақ сакрай алсаңыз болады, 4D-ға сакрай алсаңыз болады.
төртті уже сен басқаша боласың. Бізде жалпы ішімізде высокий частота, высокий, жоғары вибрация біздің ішімізде негізі бар ғой. 3-ді төмен дедік қой, төмен вибрация ол ұйықтап жүрген адамдар, кәдімгі адамдар да, бұлар деген бұл туылғаннан бастап тағдырға сенеді, кармаға сенеді, тіл көз тағы бірдеңе нәрсеге сенеді да. Сол туылғаннан бастап оқуға бару керек, үй салу керек, терек егу керек, үйлену керек, тұрмысқа шығу керек, бала шағалы болу керек. Солай өту керек. Һәм өлгеннен кейін жәннатке түсемін или жаман адам болған соң тозаққа түсемін деп солай ойлап жүретін адамдар. Иллюзионный матрицада, өтірік матрицадағы, өлім матрицадағы системамен жасап жүрген адамдар. Бір жолмен сондай. Һәм сол ішімізде жаңа айттым, жоғары вибрация, частота. Соны шығарып біздер үшінші 3-ті деген, ұйықтап жүрген точкамыздан 4-тіға сәкіре алсақ болады. Сәкіріп сол 4-тіға өте алсақ болады. Келесі басқыш, как игра сияқты қараңызшы, бірінші басқыш, екінші, 3, 4. Ақырында барып, шыңына жетіп, бәрін ұтып, жеңіп шығатындай. Сондай. Ойын аяқталады. Сондайдан сәкіре алсаңыз болады. 4-тіде қандай болады? 4-тіде мысалы үшін сенде уже сен простой адам емессің, сен ол жерде простой адам болмайсың, сен уже өзгересің, өзгерісті сезесің. Өзгерістердің бірі 4-тіде. 4-тіде, тонкий мир дейді ғой, параллельный әлем. Шайтанларды көріп бастайсың, естіп бастайсың, аруақтарды көріп бастайсың, естіп бастайсың. Басқа простой адамдар, 3-тіде адамдар көре алмайтын нәрсені сен уже көріп бастайсың. Болашағыңа барып түсіп келіп көре аласың сен. Өтмішіңе, басқа адамның болашағына түсе аласың, өтмішіне түсе аласың. Ұйқыңда. Ұйықтап отырған кезіңде, или өңіңде де даже болуы мүмкін, прям қатты күшлі болсаң. Сол нәрсені жауып тастамасаң. Себебі біздердің ойымызға салып тастаған бұл нәрсенің бәрі жаман деп. Сондай. И потом уже сол 4-тіде, мысалы үшін, 4-тіде уже сен болашағын жаратып бастайсың. Қалай? Потому что сен уже басқалар 3-тіде адамдардың көрмейтін нәрсесін көресің, сен аруақтарды көресің, шайтанларды көресің. Потом бұл қалай деп уже сен іздерлеп бастайсың, ізленіп бастайсың. Информация іздеп бастайсың, білім адамдарды көріп бастайсың, кітаптарды оқып бастайсың, видеоуроклар көріп бастайсың, видеолар ютубта тағы бар, басқа. Қандай информация болса, осы туралы сол информацияны іздейсің сен деген. Мен қалай адамдар даже түсім көрмейді, ал мен түс көремін, мен түсімде болашағымды көремін, өңімде де көремін, өңімде харфлерді, санларды да көремін мен, шайтанларды көремін, естимін құлағыменен, аруақтарды да көремін, түсімде де көремін, өңімде де көремін. Бұл қалай? Неге менде сондай? Ізденіп бастайсың да уже. Уже сен уже ізленіп, уже сен болашағын өзгертіп бастайсың. Һәм сен уже 4-тегі вибрация, высокий вибрациядан уже сәкіресің да қайттан 5-ке қарай, 5-тіге қарай. Уже сен 5-тіде уже полный болашағын жаратасың, сен уже сенде 5-тіде пробуждение болады. 5-тіде сенде пробуждение болады, сен оянасың уже. Сен бәрін түсініп жетесің. Сен уже сен ойлаған нәрсең, ойлаған ойың орынланып отырғанын түсініп жетесің сен деген. Менің ойлаған ойым орынланып отыр ма?
бұл қалай? Былай. Уже бестада сен трансформация боласың да, сен уже трансформациядан өтесің да, сен бар ғой. Трансформациядан өтіп, бұрынғы өмірің уже аяқланып, жаңа өмірге өтесің, сен уже сенде оянасың, сенде пробуждение болады, уже көзің ашылады сен деген. Бәрін түсініп жетесің сен деген. Потом вот сол менде болды. Ол пробуждение менде болды, мен ояндым, мен түсініп жеттім. Уже бұл жерде пробуждение болғаннан кейін, сен оянғаннан кейін, сен уже қорықпайсың. Сен қорықпайсың. Все потому что вот уж сен бестесің, сен үште емессің. Вот сен үште емессің да, сен уже бестесің. Деп артыңа қарайсың да, и шүкіршілігің болады. Өзіңе рахмет дейсің. Үште сен қорқатын ең. Сен тағдырым, маңайыма жазылған. Қандай адам саған жолықса, ой, осы менің тағдырыммен жазылған екен дейсің да. И бір әуметсіздік болса, ой, осы менің тағдырыммен жазылған екен. Сен hamma сен уже қорқып қарап бастайсың. Бір өміріңде бірдеңе болды ма, сен менің тағдырым. Менен өткен вот кармаға да сен бастайсың да, вот өткен өмірімде мен жаман адам болдым ба, соншалық қатты осы өмірім прям осындай болатындай, тозақтағыдай болатындай мен прям қатты жаман адам болдым ба, или менің ата бабаларым, апаларым жаман адамдар болды ма, мен осындай өмір кешетіндей дейсің да. Но бірақ өзің білмеген халда сол жаманның бәрін тартып жүрсің да, сондай ойлармен. Сен қанша өміріңде жаман адамдар жолықса, жаман оқиғалар болса, өзің дегенге жете салмасаң, сен соншалық сен сол жаман нәрсені ойлай бересің. Потому что тіріде сен ұйықтап жүрсің или білмейсің, сен ойың екен бәрін басқарып тұрған. Сол ойыңдағы жаман ойлар, қорқыныштар бәрі алдыңнан келіп жатырғанын түсінбейсің да. Сен уже бестіде уже сен қорықпайсың. Мына үштіде қорыққан нәрселерінен сен уже қорықпайсың. Сен уже білесің, сен уже сенде күш бар екен, прям өзіңнің болашағын өзің жарата алуыңа көзің жеткеннен кейін сен уже қорықпайсың. Сенде уверенность күшейеді, сен өзіңді жақсы көріп бастайсың. Жаңа өзің істеп шығаратын энергияңды біреуге жұмсағың да келмейді, біреу туралы ойлағың да келмейді. Обсуждение айтып, өсектілегің да келмейді. Сен уже не қалайсың, сол нәрсеге ерісуді қалайсың. Қалып, соған қалай жетсем болады, уже ойларың дұрыстап бастайсың да. Қалай ойласам, мен соған нәрсеге жетсем, қалай ойлауым керек. Жаман ойлардың бәрін уже ойламай эгоңды ысырып тастайсың, бәрін ысырып тастайсың да. Жаман ойларыңды бәрін ысырып тастайсың. Только жақсы нәрсені ойлайсың, жақсы жарқын болашағыңды ойлайсың, өзің қалаған нәрсеге жетісуді ойлайсың. Уже сен жаратып бастайсың болашағыңды. Қалағандай. Сол нәрсе уже одан кейін дальше кете береді. Уже сен оянғаннан кейін болды, оянсаң болды. Ең главное сол оянсаң болды. Сенде пробуждение болса болды, сен оянсаң болды. Сен түсініп жетсең болды, ойыңның күшін түсініп жетсең болды. Алланың саған берген күшті түсініп жетсең болды. Одан кейін сен уже божественный творец дейді, сен творец, сен жаратушысың уже, сен уже жаратасың, өзіңнің өміріңді жаратып бастайсың уже, сондай. Келесі этап сондай уже. Мен уже соны ұмытып кеттім. Менде давно болды, менде пробуждение болды, мен ояндым, мен бәрін түсініп жеттім. Бәрін түсініп жеткеннен уже сіздерге видео алып таставатпын да мен деген. Сіздерді оятайын, сіздердің оянуыңызға кішкене болса үлесім қосылса, мен қуанамын. И дүние жүзіндегі оянуын қалаймын. И сол дальше кете бересің, творец, жалпы өзің өміріңді өзің жарасың полный. Сен қорықпайсың. Егер өміріңде бір жаман нәрсе болса, демек сен өзің
кеше ма бүгін ба бір жаман нәрсені ойладым. Вот қате ойлап қойдым, жаман нәрсе емес енді, біліп жаман нәрсе ойламайсың, қате ойлап қою мүмкін, или сол бұрынғыдан қалған сол установка дейді ғой енді, уже қалыптасқан нәрсе да. Но мен уже вот жаңа баста айтқандай 3D-дағы, иә, мысалы үшін 3D-дағы иллюзионный жалпы матрицадан шықтым мен, уже өлі матрица, иллюзия, иә, өтірік матрицадан мен уже шығып болдым, мен уже живой матрицаға өттім. И мен өзім болашағым өзім жаратып баставатпын, өзім қалегендей. И дальше тоқтап қалу ниетім жоқ, ойым жоқ. И мен оянғаннан кейін, бәрін түсініп жеткеннен кейін, сол менің мақсатым сіздерге түсіндіру. Ояту. И ояну әркімде әртүрлі болады, әркім әртүрлі оянады. Саған знак беріледі. Әркімге әртүрлі знак беріледі. Іштей тайым болған кезінде ғана оянасың сен деген. Енді в основном сол көбінше адамдар өмірінде көп азап көргеннен кейін оянады да. Өмірінде көп азап көрген адамдар оянады. Бірақ өмірінде азап көрмей оянғандар да бар, но бірақ көбінше сол өмірінде көп азап көрген, қиыншылық көргендер, нақақтықты көрген адамдар. Бірақ сонша күйіп, жанып, феникс деген құс бар, білесіз бе? Феникс деген құс. Үлкейіп, өсіп, өзінен өзі өртеніп, қайттан сол күлмен қайттан тірілетініне, сондай феникс сияқты боласың да. Сенің алдыңнан сен өміріңде қанша қиыншылық болғанмен сен жеңілмейсің ғой. Сен жеңілмейсің, сен тоқтап қалмайсың, сен артқа қарай баспайсың. Керісінше, постоянно алда қарай. Сондай. Ішінде, мысалы үшін, іштей сен қараймайсың да, сен деген, іштей шірімейсің да, сен деген. Іштей сол жақсы адамың, жақсы адам болсаң, сол жақсы адамды ұстап тұрасың, сол жақсы ойларыңды. Содан кейін сен деген саған знак беріледі. Сен жеңілмегеннен кейін. Саған знак береді, сол знакты сезіп ұстап қалуың керек. Түсініп жетуің керек. Өзіңнің өзгеше екенін түсініп жатсың ғой сен деген. Знак берілген кезде. Мен просто дене емес екенмін, просто тело емес екенмін ғой, мен просто адам емес екенмін ғой деп өзіңді, дүние жүзін, адамдардың бәрін, дүнияның жаралуын, бәрін түсініп жатсың сен. Сен уже сенде пробуждение оянғаннан кейін, сен уже ізденіп бастайсың. Қалай бұның бәрі болады деп. Потому что сен иллюзионный матрицадан шықтың ғой. Иллюзионный матрица сенде басқаша болған, сенде бәрі. И содан шыққаннан кейін сен деген түсіндің, бірақ до конца түсінбедің да, ақырына шейін түсінбедің. Һәм ақырына шейін түсіну үшін сен сұраулар болады. Сол сұрауларыңа ответті, жауапты іздейсің ғой сен деген. Кітаптардан іздейсің, адамдардың сөзінен іздейсің, видеолар көресің, әмме жақтан. Андай и именно саған керек, потому что сен ойлайсың ғой, сен қандай сұрауға ответ, жауабын алғың келеді. Сен ойлайсың, сосын алдыңнан шығарып береді ғой. Бәрі ми ғой. Алдын көрмеген, сол көрсем өтіп кеткен сол кітапларың, видеоларыңды уже сен миың көрсетіп береді, көздерің арқылы, камера салынды. Сен алдын көрмеген сол шанс, возможностьларды, мүмкіндіктердің бәрін сен уже көріп бастайсың. Бәрін сол миымыз көрсетіп береді, бәрі сол өзімізде ғой, бәрі өзімізде. Жаңа айттым ғой, маған да знак берілді.
әркімде әртүрлі беріледі. Мысалы үшін менің сіңлімде де знак болған, ортаншы сіңлімде знак. Онда сондай бір ойлаған нәрсесі орындалғанда һәм сол жерде түсім жеткенде менің ойлағаным орындалып тұр ма деп не. Ол алладан сұрамаған, просто ойлаған һәм сол ойлаған орындалғанда. Вот жаңа айтқандай 3D бар ғой, 3D адамдар сол вот өзінің күшін білмейді ғой. Алладан сұрасақ береді деп ойлайды да олар не. Сосын алладан сұрап жүреді постоянно. Алла бер деп. Сен ойлауың керек һәм қазіргі моментте, вот болашақ емес енді. Қазіргі моментте, қазір сол ойлаған нәрсең сенде бардай ойлауың керек. Бай болғың келсе, сол бай болып жасап жүргенде сол өзің сезінуің керек. Байман деп жүруің керек. Байлар өздерін қалай ыслайды, солай ыслауың керек. Солай ұстауың керек та. Солай жүруің керек, сондай харекетте солай сөйлеуің керек, бәрі сондай болу керек. Сондай сезінуің керек. Просто бай болайын дегенмен саған уже әммесі берілген, сенде әммесі бар. Просто вот шкаф деп көз алдыңызға келді, шкатулка вот енді. Аласың да керек нәрсеңді. Вот. Уже беріліп тұр, бәрі бар. Керек нәрсеңді ала қоясың болады. Сосын сенде қазір моментте бар да, түсіндің ба? Сен болашақта бер деме, сен қазір менде бар деп бар дейсің болады. Еш шүкіршілік қыласың, сол нәрсені ойлап. Қалай ойлау керек? Бәрі бар. Менімен сөйлескің келсе, консультация керек болса, хабарлассаң болады. Инстаграм бар, телеграм бар. Бәрі бар. Сөйлесетін боламыз отырып. Соның бәрі не қалесен бәріне жетісу өзің қолыңда. Сіңліме солай, біздің сіңліме келген ғой, сондай пробуждение болған на самом деле. Бірақ дальше алып кеткен жоқ та ол. Бірақ түсініп жеткені бар, енді ойлағаны орындалатын. Енді менде оянғаннан айтып тұрмын енді оған сіңліме. Енді өзің үстінде жұмыс жаса деп. Енді сен только оянып қалмай, уже сен творец, өзіңнің өміріңді өзің жаратуың керек сен. Өзің қалаған нәрсені жаратсаң болады деп. Маған қалай келді? Маятник арқылы келді. Алдыңғы видеомда айтып бердім ғой, қалай келген. Маятник арқылы келді маған. Мен өзім таро карта ашқаннан кейін деп айттым ғой, 4D, вот 4D уже сен көріп бастайсың, уже болашағын көріп бастайсың, өзіңнің 1 минуттан кейін болатын, 5 минуттан кейін болатын, 2 күн болашағын көріп бастайсың уже сен. Болашағыңа барып, түсіп, ұйықтап отырған кезде қайтып келесің да, басқа откуда көріп бастайсың уже сен деген. 5-ті полный оянасың. 6-да уже сен болашағын жаратып бастайсың. Өзің өзгертсең болады. Вот жүріп бара жатқан жолыңды, қазір мысалы мен жүріп бара жатқан жолымды өзгертсең болады, қалеген жағым. Сондай. Енді маятник арқылы келді маған. Моментте вот ойыма келіп қалды да. Себебі, мен маятникке не айтсам, соның бәрін істеп тұрды да, маятник бар ғой. Таңшы мысалы,
оңға қарай айлан десем, азыр көз алдыма келтіремін, ойымда ойлаймын да. Оңға қарай айлан. Һәм бұйрық берем. Оңға қарай айлан. Оңға қарай айланып отыр. Да? Тоқтап қалды, көрдіңіз бе? Енді шетке қарай айлан. Қаттылау айлан. Да. Енді оңға шепке жүр. Оңға шепке жүр. Қаттылау. Тезірек. Да. Енді алда артқа жүр. Алда артқа жүр. Да. Енді көк тәптерге қарай жүр. Сосын бәрін қылып жатыр. Бұл қалай? Сенбесеңіз, өзіңіз сынап көрсеңіз де болады. Менің қолым қимылдап тұрғандай, вот өзім қимылдап тұрғандай болуы мүмкін. Негізі ондай емес, мен өзім қолымды өзім қимылдап тұрған жоқпын. И сілерді алдағанның маған пайдасы жоқ. Өзіңіз сынап көрсеңіз де болады. Мұндай маятнигіңіз болмаса, кәдімгі ине сабақтан пайдалансаңыз болады. Мен ал енді маятнигім болмаған кезде, ине сабақтан пайдаланып жүреді бізде. Или мына жүзігімден, сырғамды сабаққа өткізіп, или жүзіклерімді, аз жүзіклерімді алып қойыппын. Сол жүзіклерімді пайдаланып, сабаққа өткізіп, пайдаланатынымда менде алдымен біреу жоғалған болса, соны табу үшін, малы жоғалды, адам жоғалса, табу үшін қаяқта, шығыста ма, батыста ма, құбылада ма, арқада ма, север, юг, восток, запад. Сол қаяқта екенін анықтау үшін әртүрлі сорада пайдалансаң болады. Бірақ сен уже үшті ұйықтап отырған болсаң, уже сен болмайды, ол кезде сенде подсознаниеңде оқып тұрады. Сен ойыңды айтып тұрады, сен жаңа айтқандай, мен не қилеймін, соны істеп тұрады да. Ал сен уже 4-ті өткен болсаң, сен уже көріп бастасаң, уже сен аруақтармен сөйлесіп бастасаң, уже сен сол информация алып бастасаң, сен уже басқа біреудің өмірін көріп бастасаң, сенде уже басқаша болады. Сол. Қараңызшы, менен аласыз да. Қазір Инстаграмда көбейіп кетті ғой, мысалы үшін, сондай бала туған ба, қыз туған ба, қашан туғанмын, қашан тудым дегендей не. Бұның бәрі болмаған нәрсе негізі. Подсознаниеңде айтып тұрады да, сен, потому что сен 3-ті де жасап жүрген болсаң, сен аруақларды көрмесең, или 4-ті өтпеген болсаң, аруақларды көрмеген болсаң, сол 4-ті, 5-ті өтпеген болсаң, аруақларды көрмесең, шайтанды көрмесең, сен біреудің болашағын, өзің болашағын көрмесең, сен подсознаниеңде оқисың болған. Жаңа айтқандай, түп сана оң астында оқисың да сенде. Сознание. Сен ойың, сен ойлаған нәрсені көрсетіп береді болған. Мысалы үшін, ашады ғой. 1, 2, 3. Мен пәлен жасымда, мен бала тудым ба, қыз тудым ба деп не? Неғатты? Сен оны білесің, мына жерде бар информация. Соны көрсетіп береді болған. И тағы мәрте 3 марта не аласың? Алдағы уақытта осындай пәлен жасымда, алдағы уақытта енді болашақта осындай жасымда туған ба, қыз ба, ұл ма деп сұрады, сол сондай да, мысалы сен ойлайсың, осындай жасымда примерно туып қалуы мүмкін, и сен қалеуіңе
ұл тудырайсың ба, қыз ба, сол қалеуіңді вот көрсетіп береді да саған болған подсознание. Сенде күш қасиет бар болмаса жаңағыдай сен уже оянбаған болсаң, сенде уже аруақлармен сөйлесу, көру, уже болашағыңа түсіп, сен болашағыңа информация алып, өтмішіңе түсіп, басқа біреудің болашағына түсіп, өтмішіне барып дегендей. Сол үшін менің ортаншы сіңлімнің қолынан сол келеді. Но пайдаланбайды, еш пайдаланбайды. Бірақ қалай пайдалану керек екенін біледі. Менің де қолымнан келеді. Сондай. Ортаншы сіңлім, кішкентай сіңлімнің өтмішіне барып, көріп, ол кезде ол ортаншы сіңлім түсінбеген. Мен де түсінбегенмін ондайын. Бірақ енді екеумізде пробуждение болғаннан кейін түсініп жатырмыз, неге олай болғанын, қалай болғанын. Мен де сол сұрауларыма көп ответлерді алдым, пробуждение болғаннан кейін, оянғаннан уже неге мен аруақларды көремін, мен неге шайтанды көремін, мен қалай болашағымды көре аламын, қалай болашағымды көріп жүріппен деген сұраулардың бәріне ответ жауап алдым мен оянғаннан кейін. Енді мен творец, уже өзімнің өмірімді өзім жарата жақпын, уже творец. Уже өттім жаратуға. Сіздердің сол оянуыңызға көмектесемін, қаласаңыз. Мен өздеріңіздің өміріңізді, өздеріңіз болашағыңызды жаратуға көмектесемін. Жазсаңыз болады. TikTokқа TikTokта, Телеграмға жазыңыз, Инстаграмға жазыңыз. Консультация керек десеңіз, сондай отырып, видеозвонокпен сөйлесетін боламыз. Вот сол. Өздеріңіз тексеріп көрсеңіз де болады. Қазір мына үйіңізде отырған болсаңыз, қасыңызда ине сабақ болса, алыңыз. Мұндай сабақ болса, сырғаңыз болса, жүзігіңіз болса, алыңыз. Любой нәрсе. Шам болса, шам. Бір ағаш жасаңыз да болады. Любой нәрсе. Скотч. Любой. Қалеген нәрсеңіз. Ағаш, таяқ. Не болса болады. Даже қандай мұншақ бар ғой, мұншақ. Домалақ мұншақ болса да болады. Любой нәрсе, қалеген нәрсеңіз алып пайдалансаңыз болады. Маятник қылып. Тексерсеңіз болады, сіздің ойыңыздан айтып тұрады. Көрдіңіз бе? Сол мына маятник, мысалы маятник енді ойдың күшті. Сен денеңді басқара алсаң болады. Даже қолын қимылдатып сөйлеп отырғанын бәрін қалап тұрсаң, сен көз алдынан кетіп тұрсың, қалай қимылдау керек екенін. Бәрін сен уже қолдарыңды, аяқтарыңды басқарып тұрсың. Мына жерде ойың бәрін басқарып тұр. Сен біліп, қалеп басқарып тұрсың, демек сен подсознаниемен басқарып тұрсың. Ал бір кезде автомат кетіп қалды, уже қол. Сол подсознаниемен уже автомат түрде. Біліп басқару, біліп былай деп қимылдату, енді ол сознание біліп тұрып басқару. Білмей, басқару ол подсознаниемен басқару. Шартлы, шартсыз. Сол нәрсе соның дәлелі де көзді ашатындай дәлел осы. Дәлел. Что сенің ойың күші бар, сен ойласаң болды, сен қаласаң болды, сен бұйрық берсең болды, сен денең соның барын басқарады. Ұстап тұрғаннан денеміздің бір бөлегінде болып тұр ғой енді. Көрдіңіз бе? Біз денемізге ауыр десең, ауырайды денеміз. Ауырма десең, ауырмайды. Арық бол десең, арық болады, азат. Семізбен деп күнде мындай әйнекке қарап, ойбай, семіп кеттім деген сайын семіре бересің. Потому что сен миың білмейді оны. Білмейді ғой сен деген. Жақсы жаман білмейді да. Семіруді ойлап тұрып па? Демек семіру керек, семіруді қалап тұр деп ойлайды да. Ойлама. Сен өзің арықпын деп ойла. Арық болған кезде. Қартайып баратпын десең, қартая бересің. Жаспын десең, жас боласың, жасара бересің. Сұлу емеспін десең, сұлу емес болып бара бересің.
Сұлуман десең сұлу болып бара бересің. Сол нәрсе бар. Ойың менен денеңді басқарсаң, Алланың берген денесін басқарасың, телаңды. И сен сол денеңдегі вибрация бар, денеміз вот вибрация болып тұратындай, не? Телефонда вззз етіп вибрация қоясың, телефонда беззвук қоясың, и телефон вибрация береді, вот, телефоныңыз беззвук қоясыз, и вззз вибрация. Көзбен қарасаң сезілмейді, бірақ столдың үстіне қойсаң кәдімгідей дырррр еткен дауыс шығады. Денеміз де сондай. Денемізде де сондай. Сен көзіңмен көрмейсің, бірақ денемізден прям вибрация беріп тұрады. Сол сен жаман нәрсені ойлай берсең, төмен вибрация, энергияң төмен болады. Біреулерді ойлай берсең, уайым, қайғы, керек емес нәрсе, жаман нәрсені ойлай берсең, басқа адамдарға энергияңды жұмсай берсең, денең әлсіз болады. И жаман нәрсені ойлаған сайын, сол жаман энергия, жаманның бәрін тартасың. Магнит сияқты, вот, сол ғой, манифестация, вот, тарту, притяжение, тарту. Қалеген нәрсені тартып өзіңе алу. Жақсы нәрсені ойласаң, жақсы нәрсе тартасың. Жақсы адамдарды, жаман нәрсені ойласаң, жаман нәрсенің бәрін тартасың өзіңе. Сол Алланың берген ойлау күші, ойдың күші. Сол бір уақыттың өзінде, вот, проклятие да болуы мүмкін, дар да болуы мүмкін. Қарғыстай нәрсе болуы мүмкін, қасиетдар, сый болуы да мүмкін. Қалай пайдалануға байланысты ол деген. Сол ойыңның күшінен жақсылап пайдаланбасаң, қатты төменге кіруі мүмкін, төменге түсесің, қатты төменге түсіп кетуі мүмкін. Егер пайдалана алсаң, пайдаланып білсең, жоғары көтерілесің. И бізде мына сознаниеміз бар, постоянно кешіп жүреді. Айттым ғой, сознание өзі 10% қана ғой, постоянно кешіп жүреді ғой. Көп нәрсені кешіп түсінсең, деп мына жерде көргенде едім, сондай нәрсені көргенде едім. Сондай ма, мен мынаны қоссам мындай бола ма, ояну деген мынандай болады екен, біздер адам емес екенбіз, біздер энергия екенбіз ғой, деп кейін түсініп жетеді да. Уақыттың өтуімен. Сол үшін біздің видеоны бір мәрте көріп қойма. Бір айдан кейін қайталап тағы көрің, 2 айдан кейін, 1 жылдан кейін. Әр көрген сайын жаңа өзіңізге бір нәрсе аласыз, потому что сіз өсесіз да сол уақыттың аралығында. Даже қазір 3D жүрген болсаңыз, 3D жүрген болсаңыз, сіз алдағы уақытта 4D-ға сакыруыңыз мүмкін, 4D-ға өтуіңіз мүмкін. Сол кезде көрсеңіз, уже басқаша болып көрінеді, біздің видеоны басқаша түсінікті болып бастайды уже саған, не? Сол. Басқа жақтан түсініп бастайсың уже, деп. Уже прям алдыңдан қызық болып бастайды сенде, көптеген нәрсені алуың мүмкін, даже көптеген нәрсені түсініп. Сол. Бір мәрте көріп қоймай, қайттан көр. Сол видеом сенің оянуыңа көмектессе, мен қуанамын, мен қуаныштымын. Өзгеруді қалесең, өсуді қалесең, жазсаң болады, телеграмма, инстаграмма. Консультациядан өтсең болады. Айтамын, көрсетсең, көпке информация беремін. Бір нәрсеге жетісе алмай жүрген болсаң, жетісуіңе көмектесемін. Жаман ойларыңды жақсы ойға өзгертіп, бұрын установкаларды жойып, жаңа установка. И мына 3D бар ғой, содан 4D, 5D, 6D-ға шейін сакырып, өсіп,
өміріңді өзің басқаруыңа көмектесемін. Қалесең жаз. Неге курс деп тұрған жоқпын, потому что курс өткенменен әркімде әртүрлі болады, әркімде әртүрлі проблема, әртүрлі қорқыныш, әртүрлі жаман ойлар. Мындай болып қалсашы, мындай болып қалсашы дегендей да. Негізі курс деген дұрыс келмейді ғой. Әркімге әдемі өту керек. Әркімге бөлек-бөлек өту керек. Сондай. Видеом қызық болған болса, саған қандай да бір пайдасы тиген болса, лайк бас, комментарий жаз, түсінбеген сұрауларың болса. Ой, вот 3-ті, 4-ті, 5-ті, 6-ті, 7-ті кете береміз, и потом полный уже высший я дейді ғой, иә? Прям уже ақырына жеткен кезде уже полный вот өзіңді түсініп, өмірді түсініп жеткен кезде уже болды. Осы өміріңді, вот иә, осы өміріңді жәннатта жасағандай өту, тозақта жасағандай өту енді өзің қолыңда. Пока. Келесі видеода көріскенше.